Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге ет және қазы қайнататын боламыз. Мерекелік кеш дастарханына ет және қазы дайындайтын боламыз. Етті бүтіндей саламыз. Қазымызды иненің көмегімен тесіп, ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бүгін 3 қазыны түгелдей инемен тесіп, ауасын шығарып дайындап алып, залалсыздандырылған медициналық бинтпен орап шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қазыны түгелдей ораймыз. Қазанымызды отқа қойып, молынан су құямыз және қазы менен етімізді салып, орташа отта қайнататын боламыз. Бір қайнап шыққан соң көбігін алып, қайнатуды жалғастырамыз. Сорпаның дәмін кіргізу үшін қызанақ, болгар бұрышы, ақпияз салып, сорпамызды қайнатамыз. Достар, міндетті түрде ет және қазы сорпаға молынан батып тұру керек. Және ет пенен қазыны аударып пісіруді ұмытпаңыз. Иісі бұрқырап, етіміз бен қазымыз дайын болды. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қазы мен етті сорпадан сүзіп алып, суытамыз. Қазыны пергамент қағазына орап, түп-түзу етіп, етпен қосып, мұздатқышқа 6 сағатқа салып қоямыз. Мұздатылған қазы мен ет шашылмай, жақсы туралатын болады. Сіздермен болған Қарлығаш. Келесі видеода кездескенше достар.